Қаржылық сауат. Сұраққа жауап. Қайырлы күн. Жеке кәсіпкерлік қызметті қалай тоқтатуға немесе жабуға болады? Қанша уақыт кетеді? Қандай процедураларды орындап, қандай шарттарға сәйкес келу керек? Кәсіпкерлікті ашу барда, кәсіп тоқтаған жағдайда салық органынан қосымша сұрақтар туындамас үшін оны жабу бар. Бүгін сол туралы ақпарат ұсынамыз. Ақпарат. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу оңай болғанымен, оны тоқтату үшін біраз тер төгуге тура келеді. Біз бұған дейінгі хабарымызда жеке кәсіпкерлікті ашу жолдарын айтқан едік. Енді жабу жолдары қандай? Қаржылық сауат өз тыңдаушыларына осы туралы пайдалы ақпарат ұсыну үшін мемлекеттік кірістер комитетіне сауал жолдады. Сол жауаптан жеке кәсіпкерлік істі тоқтатудың да өзіндік заңдылығы мен тәртібі бар екеніне көзіміз жетті. Комитеттің ресми өкілі Айнұр Сартаеваның айтуынша, Қазақстанда жеке кәсіпкерлікті жабудың оңайлатылған әдісі бар. Бірақ ол әдісті қолданатын кәсіпкерге қойылатын талап та жоқ емес. Ең алдымен жеке кәсіпкердің салық алдында ешқандай қарызы болмау керек. Салық алдындағы есебіне мұқият болып, уақытында тапсырғаны маңызды. Сонымен қатар, ол қосымша құн салығын төлеуші болмау керек және салықтық тексерулердің жоспарында болмау шарт. Спикер. Егер сіздің ашқан жеке кәсіпкерлігіңіз жұмыс істемей тұрса, кәсіпкерлік қызметпен айналыспаймын деп шешім қабылдаған болсаңыз, онда ол жеке кәсіпкерлікті әрине жауып тастауға болады. Оңайлатылған тәртіпте жеке кәсіпкерлігін жабу үшін кәсіпкер алдымен бақылау касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінімді жолдайды. Және ол өзінің қызметін тоқтату жөнінде салықтық өтінімді ликвидациялық салық есептілігін тапсырып, өтінімдердің барлығының өңделгенін күтеді. Егер жеке кәсіпкердің салық алдындағы міндеттемелері толық орындалған болса, салыққа қарыз болмаса, күнтізбелік 10 күннен кейін тағы 3 күн күтеді. Сол 3 күн ішінде жеке кәсіпкерлік қызметі құжат жүзінде жабылады. Кәсіпкерлік істің жабылғанына қайдан, қалай көз жеткізуге болады? Ол үшін азамат мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтына жүгіне алады. Сол жерде салық төлеушілерді іздеу батырмасын тауып, өзінің деректерімен танысып, қашаннан бастап есептен шығарылғанын біле алады. Спикер. Егер де кәсіпкер өзінің қызметін жүзеге асыру барысында салықтардың барлығын уақытылы төлеп, салық төлеуден жалтармай, барлық міндеттемелерін толық мөлшерде орындап отырған болса, онда ол оңай және тез өзінің кәсіпкерлігін жабуына толықтай мүмкіндігі бар деген сөз. Кәсіпкерлік істі тоқтату бастаған бизнесті түгелдей жабу деген сөз. Сол сәттен бастап сіз ресми түрде жеке кәсіпкер емессіз. Сонда ғана салық бойынша барлық міндеттен босатыласыз. Оған дейін жеке кәсіпкерлікті тіркеу есебінен шешу үшін өтінім бересіз. Оны онлайнда беруге болады. Бірақ салық органынан бас тартылғаны жайлы кері жауап алмас үшін құжат жүзінде реттеп алатын міндеттер бар. Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтына кіріп, салық алдында берешегіңіз бар ма, соны тексересіз. Болса, жабу керек. Әлеуметтік аударымдарды түгел орындалған болу керек. Жұмысшыларды ресми түрде қызметінен босатқан дұрыс. Серіктес компаниялар алдында аяқталмай қалған міндеттер болса, реттелу керек. Клиенттерден алажақ қарыз болса, өндіріп қойған маңызды. Жеке кәсіпкерліктің банктік шотын жабу керек, егер болса, онлайн кассаны тіркеу есебінен шешу қажет. Қаржылық сауат.